әрбір сәбидің көз жасы төгілген жетімдер үйі. Кеше ғана әке-шешесінің құшағында еркелеп отырған балақайдың бір-ақ күнде тұл жетім атанарын кім біліпті. Күні бойы анасына еркелейтін бұл балақай анасының аузына тығатын тамағын ішпеймін деп қырсығушы еді. Небары 4 жасында тұл жетім атанды. Ата-анасымен алыс қалаға тойға көлікпен шықты. Анасы екінші бауырына жүктеді. Сол күні қарлы боран басталып, алдына шыққан жүк көлігін байқамай апат болды. Ана шіркін өліп бара жатса да, ұлын қорғаштап, құшақтаған күйі арқасына ұзынан темір қадалып, сол күйі жан тапсырды. Әкесі де тіл тартпай кете барды. Алланың құдіреті мекен, бұл баланың тек аяқ-қолы ғана жырылған. Бірақ әке-шешесінің өлімін көрген бала сөйлеуден қалды. Туыстары жылап сықтап, ата-анасын қара жерге жіберді. Артынан қалған жалғыз тұяқты кім аладыға салынды. Тасада қалған бұл баланың жәрдем ақысы үшін нағашы жақпен өз қаны болған туыстары біраз әбігерге түсті. Аяғында туыс ағасының қолында қалған еді. 1 жыл ғана жәрдемақы беріліп, қайта тексерілуге келгенде дәрігер балаға ем шара керек. Біраз емдесе сөйлеу қабілеті орнына келеді дегенді естіген туыстары бастарын ала қашты. Оның үстіне әке-шешесін сағынған бала үйді басына көтеріп жылайтын. Байғұс әжесі құшағына алып, көйлегінің етегімен көз жасын сүртіп жұбатады. Бұл кемпірде билік жоқ. Талай немересін қорғаштап, кенже ұлынан таяқ жеген. Шалы әлде қашан бақилық болды. Өз ұлы қол көтергенде келіні қалай сыйласын. Бұл кемпір ара-тұра төсекке жіберіп қоятыны бар. Сол кезде бұл кемпір келіннен өлердей қорқады. Оқ жылан келіні төсекке жіберіп қойғанын көрсе, енесінің басынан тоқпақтап ұратыны бала болса да Рашидтің есінде мәңгі сақталды. Рашид те бұл жеңгесінен әбден таяқ жеді. Әжесі екеуі қуықтай бөлмеде аш құрсақ жататын. Әжесі ақырын даусымен Рашидті еркелетіп, жарығымай, аман есен ер жетіп, ұрпағымен көгере көр. Е Аллам, немереме бар бақытты үйіп төгіп бере көр деп, бар білетін дұғаларын сыбырлай әр түні айтатынын Рашид жаттап алды. Әлгінде айтқандай, ағай жеңгесі емдетуге ақша қимай. Емдетпесе мектепке қабылдамайтынын сұрастырып, егер мектепке қабылдамаса, жетім баланың қамқоршыларын тексереді дегенді естіген бойда, жетімдер үйіне Рашидті өткізді. Сол келген бойда, ол балақай әжесін күтеме, әлде ата-анасын алып кетеді деген үмітін үзбей, терезе алдында телміріп отырады. Әр күн оянған сайын бүгін мені алып кетеді деген үмітпен оянады. Бірақ бұл құр қиял еді. 10 жасқа толғанда тәрбиешісі кетіп, орнына басқа тәрбиеші келді. Өте қатал, кішкене тәртіп бұзылса, жазаңды жақсылап тұрып беретін. Өмірдің ең баға жетпес байлығы ата-ана екенін біз жетімдер бала кезден біліп өстік. Ер жетіп ол тозақтан құтылып, жаңа өмір бастайын деп қатты қуанып жүрмін. Ең бірінші арманым ол әжеме бару болды. Бірақ ол арманым орындалмады. Ауылға барғанда бәрі өзгеріп кеткен. Әжем бақилық болып, аға жеңгелерім көшіп кеткен екен. Ал менің баратын жерім болмады. Шағын ауыл ғой. Жетімдер үйінен келгенімді тез естіген туыстар үйіне шақырып, ет салып, ең соңында мал бағуға шақырды. Келіспей қайтемін. Болса да баратын жерім жоқ. Солай менің мал бағу өмірім басталып кетті. Арада күндер өтіп жатты. Туыстарым істеген еңбегіме қарай ақымды беріп жүрді. Мал бағып жүріп, біраз жұмыстарды үйрендім. Соның ішінде көлік айдауды да жақсы әрі тез үйрендім. Солай күндерім өте берді. Бірде туысымның 9 оқитын қызы жүкті болып менен көрді. Ағалары мені әбден соққыға шығып, өлімше етіп сабады. Қан жоса болғанмен, ол менің де қарындасым.
ондай иттік жасамадым деп ақталумен болдым. Бірақ ешкім бұл сөзіме сенбеді. Ол қыз туыс ағамның қызы еді. Бұлай көріп қалған сәтте өзі бірінші сәлемдесіп, жағдайымды сұрап жүруші еді. Мен де амандасып, артық ештеңе айтпай өз жөнімен кететінмін. Бұл қыздың бүлінгенін маған жаба салған айуан өз туысы болды деп кейде ойлаймын. Мені соққыға жығып, аяқ қолымды байлап, нәрсіз қалдырған олар айдалада мал бағатын үйде тастап кетті. Әлі де мені қинайтын әлгі қыздың суық денесі табылып өлді деген хабар келгесін ауылға қарай асқа кетті. Ал мен байлаулы күйде аштан аш 3 күн лашықта жаттым. Ойыма сансыз сұрақтар келді. Я Алла, мені неге сонша қинадың? Не жазып қойдым сонша? Әке шешемді алдың, жетім еттің. Енді міне жазықсыздан жазықсыз түрмеге кеткелі жатырмын. Өйткені ағаларым түрмеде шіртемін деген еді. Бұл өмірді тыныш жүруді көп көрдің бе құдайым? Қинайтының бар, одан да ана өмірге жібер, өліп тыныш табайын деп айқайлай еркек басымен жылап жатырмын. Қатты қиналғаным соншалықты өмірге лағнет айтып жатырмын. Шөл қысып, тамағым кеуіп барады. Соққы алған жерімде шыдатпай ауырып тұр. Өлген жерім осы екен деп ойладым. 3 күн өтті. Есік алдында аяқ дыбысы естілді. Жан алғыш ағаларым деп ойладым. Сөйтсем, мал жайып жүргенде бірге жаятын араласып жүрген Бақыт деген бала екен. Есік қағып, кім бар деп дауыстады. Аузымды байлап тастаған. Аяғымен әлім жеткенше қабырғаны теуіп жаттым. Ол да іштегі дыбысты естігендей. Лашықтың есігін теуіп қалғанда есік жалпағынан құлады. Рашид, тірімісің? Бұны кім істеді? Деп ол шошып кетті. Су деген сөзді әрең айтқанда маған дереу су ішкізді. Солай мен аман қалдым. Бақыт екеуміз осы малды бағуға келгелі жақсы дос болып алғанбыз. Екеуміз де бір-біріміздің сырымызға қанықпыз. Мен осы уақытқа дейін қызбен сөйлеспейтінімді, оларға қызықпайтынымды біледі. Менің мына жағдайымды ол жақсы түсініп, басқа қалаға апарып, ақша беріп, біраз оңалуға көмектескен бауырым десем де болады. Өзіме келгенмен біраз жерде жұмыс жасап, өз күнімді көріп жүрдім. Тапқан ақшам өзіме жетіп, жалғыз өзім пәтерде тұрамын. Суып кеткен тамақ, қатқан нан жеп жүретінмін. Үйлену дегеннен қатты қорқам. Жетім болған маған кім шығады? Оларға да дені түзу, үй жайы бар еркек керек. Жалғыздықтан шаршаған мен түні бойы жас балаша жылайтынмын. Алла, маған ата-анамен кездестіре көр. Ажалымда ерте келтіре көр. Кішкентай кезімдегідей анамның құшағында отырғым келеді. Өз-өзіме қол салып өледе алмаймын. Сондай қиналып, өмірден түңіліп жүргенде бір қызық оқиғаға тап болдым. Бір күні жұмыстан келе жатып, бағанаға жабыстырылған жарнамаға көзім түсті. Ол бір жапырақ қағазда ата-анамды сатамын, алам дейтіндер мына нөмерге хабарласын деп нөмір қалдырыпты. Мына хабарламаны оқып, таң қалып, сол жерде есі ауған адамдай тұра беріппін. Мені көргендер мынау ішіп алған немесе мәңгүрт болып тұр деп сыбырлап тұр. Шынымен де ол хабарламадан көзімді ала алмай ұзақ тұрдым. Біресе көзімдегі жасымды сүртсем, біресе күлем. Енді бірде бұл қандай ақмақ, өз әке шешесін сатқан. Әйтеуір басыма неше түрлі ойлар келіп, өзіме әзер келдім. Таңның атқанын күтіп, шыдай алар емеспін. Мейлі қалтамда ақша жоқ, не болса да ол адаммен келісермін. Ата-ана маған керек. Мені туылмаса да, бақпаса да қасымда қарайып отырса болды. Таң атты. Күндегі таңға ас батар емес. Жүрегім қобал жолы. Үйден асыға шығып, әлгі жарнамадағы нөмерге хабарластым. Үлкендеу кісі адресті түсіндіріп айтты. Әшейінде толып тұратын таксиден бір такси жоқ. Маршрутқа жүгіріп мініп алдым. Ол қырсықта
әр аялдамаға тоқтап жүріп болмайды. Мен іздеген адресті әрең тауып, есікті қаға бастадым. Есікті әлгінде телефонға жауап берген егде тартқан өте сабырлы жан ашты. Менің қобалжуым әлі басылмаған. Ассалаумалейкум, хабарлама бойынша келіп тұрмын деп қол беріп амандастым. Ол маған таңырқап, шынымен де хабарлама бойынша келдің бе балам? Жүре ғой балам, үйге кір деп қуанған кейіппен таңырқай қайта-қайта сұрап жатты. Айтсам сенбейсіздер, үйлері үй емес хан сарайы, өте үлкен, кең, бау-бақшаларының өзі өте үлкен. Жұмаққа келгенде күй кештім. Бұл қарт кемпірі екеуі ғана тұрады екен. Бірін-бірін қатты сүйген екі ғашық. Алла сәбимен сынаған екен. Мен сатып алуға келген ата-ананың ешқандай балалары болмаған. Олар өздерін сатуға шығарған. Бұл хабарламаны жазғандарына қаншама жыл болыпты, ешкім келмеген екен. Сонымен сол жерде біз табыстық. Бір отбасыдай әке, бала, ана болып, көз жасымызға ерік беріп қауыштық. Осынша жыл бойы олар бір балаға зар болса, мен әке-шешеге зар болдым. Маған ата-ана болған жандар өте мейірімді, адал жандар. Бала асырап алу үшін байғұстар қанша жыл жетімдер үйін жағалап табан тоздырған. Мемлекеттік жұмыс жасамайтын, айлығы жоқ, қара жұмыс жасайтын бұл пендеге бала асырап алу мүмкіндігі әрине болмаған. Қанша жетімдерді шетел асырағанда өз қазағымызда болар әбден қинайды. Зәулім үйі, тұрақты табысы боламын дегенше бала асырап алу жасынан асып кеткен бұл отбасына бала берілмепті. Одан кейін қанша туыстарынан бала алғысы келсе де, олардың ойлары өзгеріп, бір сәбиге зар болған анамның амалы құрып, заңсыз бала сататындарға кезігіп, 3 миллион ақшасын алып тайып тұрады. Солай күндері өткен екі қарт өздерін сатуға шығарған, бірақ ешкім хабарласпаған. Алланың маған жіберген үлкен сынағы болар. Олар да менің өткенімді біліп, көздеріне жас алды. Сол күннен соң сол үйде мәңгіге қалдым. Үшеуміз бір отбасы болып, ел аралап біраз жерде қыдырдық. Ол кісілер балалық шағымның орнын толтырды. Қазір Аллаға шүкір, ол кісілердің себебімен отбасы құрып, балалар болған сүйікті жар, жанашыр әке болуды үйренген жанмын. Менің байлығым, жұмағым осы әке-шешем. Бір жылдары ауырып, екеуінен де айырылып қалдым. Қысқа өмір сүрсе де, маған мұраға мейірім деген бағалы қасиетті тастап кетті. Бұл қарт жандарға өмірімнің соңына дейін қарыздармын.